Қош келдіңіз, құрметті көрермен. Осы видеода айтылатын жайт сіздің өміріңізде де бар. Рас айтам, ол бәріміздің басымыздан өткен. Менің нені меңзеп отырғанымды білгіңіз келсе, әрі қарай тыңдаңыз. Елестетіп көріңізші, сіз өз жұмысыңызды жақсы көретін мамансыз. Ісіңізді жан-тәніңізбен сүйесіз, ізденесіз, біліктілігіңізді арттыруға барынша күш саласыз. Бірақ неғұрлым көп үйренген сайын, соғұрлым аз білетініңізді түсінесіз. Бір сөзбен айтқанда, білгеніңіз 1-9, білмегеніңіз 99. Сондықтан мансап жолында қандай жетістіктеріңіз болса да, білім шыңына әлі де жете қойған жоқпын, деп санайсыз. Біреулер сізді білікті маман деп атаса, жоқ, білгенімнен білмегенім көп, деп өз жетістіктеріңізді мойындамайсыз. Жұмыс орнында сізді жоғарылатпақ болса, тәжірибеңіз жеткілікті бола тұра, өз-өзіңізге сенімсіздік танытып, жаңа лауазымнан бас тартасыз. Ал сіз өстіп жүргенде, жаныңыздағы түк білмейтін әріптесіңіз, бастығыңыз боп шыға келеді. Ол енді сіздің үстіңізден қарайтын бастық. Білікті маман емес, бірақ бастық. Енді ол өзі білмейтіннің бәрін сізге істетеді. Сіз істейсіз, ал марапатын сол алады. Сіздің істегеніңізді өзі істегенде етіп көрсетеді. Мұнысынан еш ұялмайды. Өйткені сондай жақсы нәтиже көрсетуге себепші болған өзім деп ойлайды. Ондай адамдар әдетте өз күштеріне сенімді келетіндіктен істегендерін жоғары бағалайды. Былайша айтқанда, айдағаның 5 ешкі, ысқырығын жер жарадының кейпі ғой. Өмірде мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Біліктілер өз біліктілігін мойындамайтын, ал соларды білімсіздер басқаратын осы құбылысты алғаш 1991 жылы Джастин Крюгер мен Дэвид Данинг есімді ғалымдар зерттеген екен. Зерттеу жұмыстары барысында олар Корнель университетіндегі психология курсының студенттерін бақылаған. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, қандай да бір істе біліктілігі жетіспейтін адамдардың өз білімдерін асыра бағалауының, өз олқылықтарын көрмеуінің себебі мынада. Білімдері саяз болғандықтан, олар өздерінің қате істегендерін түсінбейді де. 2000 жылы Даннинг пен Крюгер осы феноменді зерттегендері үшін психология саласы бойынша Шнобель сыйлығымен марапатталды. Ал бұл құбылыстың өзіне, оны зерттеген ғалымдардың есіміне сай Даннинг-Крюгер эффектісі деген атау берілді. Ал, құрметті тыңдарман, видеоның басында айтқанымдай, бұл құбылыс сіздің де өміріңізде бар екені анық. Тіпті оның сіздің жеке басыңызға қатысы жоқ десек те, тым құрыса осындай жағдайдың куәсі болған шығарсыз. Ал егер өз-өзіңізге әділ баға берер болсаңыз, сіз осы Даннинг-Крюгер эффектісіне сәйкес қай топқа жатасыз? Бейнероликке лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.